Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз астатық, яғни тауар санын Wildberries'ге көрсететін боламыз, яғни Excel арқылы. Бірінші Marketplace деген бар, соған кіреміз. Сосын мына жерде управление остатками дейтін бар. Мына жерде скачать шаблон деген бар. Скачать шаблон деген басамыз. Скачать еттік. Мына жерде баркод, количество деген бар. Яғни файл, тауардың баркодын қай жерден аламыз, және де осы жерге количествосын қалай жасатымыз қазір көрсетемін. Баркод дегенді Marketplace-ға кіреміз. Жоқ, Marketplace емес, карточки товаровқа кіреміз. Мына жерде штрих-код товара деген бар, соны таңдаймыз. Мынаны алып, мысалы, копировать етсек болады. Сосын мына жерге кіреміз. Баркод мына жерге ставить, Ctrl-V деп бассақ болады. Және де количество, яғни количество қанша штук, мысалы, мен 100 штук деп указать етейін. Файл сохранить как. Так, рабочий стол сақтаймыз. Сохранить деген басамыз. Міндетті түрде Excel несі керек, бағдарламасы керек. Сосын Marketplace-ге кіреміз. Управление остатками. Загрузить файл с остатками дейтін, соны басамыз. 112. Файл успешно загружен. Яғни бұл жерде біздің афганский қазан, яғни 10 литр 100 штук, яғни салынды.